Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен балық қууруды үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен балығымызды жақсылап үстін, ішін жақсылап тазалап алып, сосын осындай қалыңдықта балықтарымызды кесіп алатын боламыз. Мінекей осылай әдемілеп кесіп аламыз. Ал екінші балығымызды да дәл солай кесіп алатын боламыз. Одан соң бізде құйрық жағын, осындай бет жағын тіліп қоямыз, кішкене ғана. Егер балықты бүтіндей де қуырсаңыздар болады, осындай бөліктерге бөліп қуыратын болсаңыздар, тез пісетін болады балығымыз. Мінекей бізде екі балықтан осынша бөліктер шықты. Балықтың басын жейтіндер бар, сол үшін бір балықтың басын осылай тазартып алып алдық. Енді жақсылап тұздап аламыз. Естеріңізде болсын, балықты қуыратын кезде ғана тұздау қажет. Егер алдымен тұздап қойсаңыз, балығымыз өте тұзды болып шығады. Мінекей осындай ошақта піскен балықтарымыз әдемі болып шығады. Қызып тұрған майға екі бетін қызартып қуырып аламыз. Мінекей. Мінекей балықтарымызды қуырып алдық. Көктемде балық қуырып жеуге кеңес беремін. Әдемілеп дастарханымызға тартатын боламыз. Егер сіздерге арнам ұнаған болса, арнамды қолдап кетіңіздер.